Баршаңызға сәлем. Менің есімім Сәнім. Бұл білесіз бе YouTube арнасы. Қош келдіңіздер. Бәріміз дәмді тағамдарды жақсы көреміз. Дәмді тағам деген кезде көзімізге өзіміздің сүйікті тағамдарымыз елестейді. Бірақ әр елдің өз сүйікті тағамдары бар. Жарайды, көп сөйлемей-ақ қояйын. Бүгінгі топтамада әлемнің ең жиіркенішті, тіпті адамның құс-құсын келтіретін тағамдар туралы айтамын. Тунзе дань. Қытай тілінен аударғанда баланың жұмыртқасы деген мағына береді. Қытай халқының ұлттық тағамдарының бірі. 10 жасқа дейінгі балалардың сүдігіне тауық жұмыртқаларын 12 сағаттай баяу қайнатып пісіреді. Нәтижесінде тұзды жұмыртқа болып шығады екен. Қытайлықтар бұл тағамды денсаулыққа пайдалы деп есептейді. Касу марцу ірімшігі. Бұл итальяндықтардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Итальян тілінен аударғанда шіріген ірімшік деп аталады. Бұл ірімшікті қойдың сүтінен дайындайды. Сосын ірімшікті 5 айға ашық жерге қояды. Нәтижесінде оған шыбындар қонып жұмыртқалайды. Сосын құрттап, іріп шірейді. Әбден құрттап іріп шіреген соң, оны азық ретінде пайдаланады екен. Италияға барсаңыз, осы деликатестен ауыз термедіңіз. Балшық шелпек. Бұл Гаити елінің тағамы. Бұл ел әлемнің ең кедей мемлекеттерінің бірі. Мүмкін осы себептен осындай тағам пайда болған шығар. Гаитилықтар балшыққа май араластырып, шелпекке ұқсас нәрсе жасайды. Сосын оны күнге кептіріп, жейді екен. Осындай елдерді көріп, Қазақстанда туылғаныма қуанып кетем. Экстракто де рана. Бұл Перу халқының деликатесі. Бұл тағамды дайындау үшін бақаларды және көкөністерді блендерге салып, үгітіп, сұйық ботқаға айналдырады. Сөйтіп оны кеселерге қойып ішеді екен. Перулықтардың ойынша бұл тағамды ішсе, адамның есте сақтау қабілеті жақсарады екен. Егер мен мұндай тағамды ішсем, есте сақтау қабілетімнен нашарлап, ұмытқанымды қалаушы едім. Сонымен бүгінгі топтама аяқталды. Егер бұл ролик ұнаса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз және каналға жазылыңыз. Кездескенше!